30 күнде 21 жаста қалай мен өзіме BMW X5 көлігін рыночный бағасы 70 миллион теңгелік машинаны сатып алдым. Жалпы көп адамдар 70 миллион теңгелік машина алу үшін ақша экономить ету керек деп ойлайды, немесе жылдар бойы жинау керек, немесе 40 жастан кейін ғана сен сондай мықты машина сатып аласың. 20 жаста пока Camry 70-дің өзі жеткілікті деп ойлайды. Бірақ та менің айтарым, бұл өмірде бәрі мүмкін. Мысалға біз Қазақстанда BMW X5 самый мықты көлік болса, Дубайда, мысалы, Америкада 21-20 жасар жігіттер Bugatti немесе там Koenigsegg сатып алып жатыр да, 20-21 жасында. И бұл өмірде бәрі мүмкін. Қалай мүмкін? Ол қазіргі кезде интернет. Мысалы, интернет арқылы, интернет магазин ашып, онлайн продажалар арқылы сен бүкіл әлемге, бүкіл Қазақстанға өзің тауарын сата аласың. Сенде офис, сенде склад болмаса да сен сата аласың. Яғни біз сондай оңай ақша табатын заманда өмір сүріп жатырмыз. Жалпы мен Abroy компаниясы сатып алған болатын. Оны басқа видеолардан көрсеңіздер болады. Қалай сатып алдым өзім историям бойынша. И бізде задача болады, ол жаңа жыл кезінде өте мықты продаж жасау. И мен жаңа жылға дейін, яғни декабрь 2023 жылға дейін мен не істеймін? Мен умраға барып қайтамын. Умраға барам. И умрада жүрем. Менде андай финансовый голод қатты болмайды да, бір мықты покупкалар жасау, мықты результаттар жасау менде ойымда болмайды. Менде енді Camry 70 бар, ағама машина сыйлағам, үй сатып алғам. Менде бәрі жеткілікті деп ойладым. Сөйтіп мен өзім бір арманым болатын, ол BMW X5 көлігін алу. Сөйтіп умраға барам. Умраға барған кезде менімен бірге бір комнатада, бір бөлмеде Кореядан машинаға келетін кісі жатып қалады. И мен бұны знак қылып қабылдаймын ғой, ё-моё. Мен одан интересовать етіп сұраймын. Жалпы BMW X5 көлігі қанша теңге тұрады Кореяда, әкелу қаншаға шығады, доставкасы қанша, растаможкасы қанша. Соның бәрін интересовать етіп сұраймын. Сөйтіп ол кісі маған айтады, смело, мен алсам болады, саған ешқандай өз услугамды қоспаймын. Просто бір бөлмеде жатырмыз, умра бірге өтіп жасап жатырмыз. Оның бәрі бекер емес қой. Бұл белгілі бір знак. Мен саған ешқандай услугамды қоспай, от души машинаңды әкеп берейін дейді. Сөйтемде мен бұл идея мен миымда қалып кетеді. Қазақстанға келем. И Қазақстаннан келгеннен кейін менде BMW X5 сатып алуға наличный ақша жоқ. Не істеймін? Мен ойлаймын, осы декабрь айында мен патолог результат жасап, жаңа жылда көп продаж жасап, көп сағат сатып, мен өзім осы BMW-ны алуым керек деп. Сөйтемде мен жаңа кісіге жазам. Аты Бәке дейміз. Бәке деген кісіге жазам. Айтам, Бәке, BMW менде қазір полный оплата жасайтын жоқ. Мен Camry 70-ін сатам. И менде плюс қазір жинаған 15 миллион теңгем бар. Сөйтіп менде общий 25-27 миллион теңгеде ғана бар менде. Машинаға қазір мен осыған ақшам төлеп, сіз өзіңіздің қалған ақшаңызды оплата жасап әкеле аламыз да, потом келген кезде қалған сумманы төлесем болады ма деп айтам. И ол кісі тұрады айтады, хорошо дейді Еркебұлан. Ең бастысы сен төлей алатынына уверен болсаң, мен саған әкеліп берейін, мені ақыма кіріп кетпе дейді. Мен хорошо деймін да, машинамды сатып жіберемін, 12,5 миллион теңгеге Camry'імді. Потом 10 миллион теңге қосам үстіне. В общем, менде 25 миллион теңгедей ақшам болады. Соны Бәкеге берем. И мен осы BMW-ны заказ беріп тастаймын. Күтем. Менде мақсат болады. Дальше мен бұл машинаның полный растаможкасы, қалған ақшасы, барлығы общий менде тағы да 25 миллион теңге маған табу керек болды. Бір айда таза мен. Маған машина 50 миллион теңге шықты. Сөйтімде мен не істеймін? Жаңа жыл кезінде бізде декабрь айында Абройда біз таргетті, әртүрлі блогерлармен жұмыс жасадық. Рекламаға біз көп ақша құрттық. Нешеде рилстар түсірген, яғни маркетингке біз көп ақша салдық та. Абройда бізде 52 миллион теңге оборот жасадық. Декабрь 2023 жылы. Сөйтемде мен қалған ақшасын машина келмей жатып төлеп тастаймын. Все, Бәке менде міне ақша шықты деймін да. Алдын ала ақшаны төлеп тастаймын. И мен түсіндім, бұл рекордный ай болды бізде. 52 миллион теңге жасау бұл біздің рекордымыз болды. И мен сол кезде түсіндім. Бұл өмірде сен белгілі бір потребность болса, сенде белгілі бір қарыздарың, немесе белгілі бір обязательствоң болса, сен міндетті түрде ақша таба аласың. Сөйтемде мен төлеп тастаймын, машинам келеді. И мен сіздерге мына сезімді айтып жеткізе алмаймын ғой. СВХ-ға түседі машина, отырам и от алдырам.
ана деп BMW-ның дауысы шығады. Енді ана сезімді мен сіздерге айтып жеткізе алмаймын. Альхамдулилля, кайф. Эмоцияны айтып жеткізе алмаймын. Иншалла видео шығарамын алдағы уақытта. Мен түсінбеймін, бұл менің түсім ба, өңім ба, шын ба, өтірік па, мен түсінбеймін. Неге десеңіздер, мен бұл машинаны өте қатты қалағам да. Мен бұрын бизнесті енді бастап жатқан кезде, ана Бавария центр Аль-Фарабидің бойындағы соған бара берем, осы уақытқа дейін бір 30-40 рет барған шығармын. Бара берем, визуализация жасаймын, отырамын, бүйтіп қараймын, иісін сезем, музыкасын қойып көрем, бүйтіп музыкасын шығарам, жестпен. Барлығын мен жасаймын да. Мен ойламадым да, бұндай көлікпен мен 21 жасымда қалада 4x4 530 аттың күшімен жүремін деп мен еш армандадым я. Бірақ мен бұлай тез болып кетеді мен күтпедім да. Мен машинаны СВХ-дан айдап шыққан кезде газды басам, мынау Геленвагеннан қатты жүреді. Геленвагеннан жұмсақ та. Мен шүкіршілік айттым Аллаға. Рахмет Алла. Мен тура жолда ұстағаныңа, мен вовремя кәсіпке кіргеніме, жастайымын осындай маған дүние бұйырып жатқаныңа, Алла Раббым, мен саған өте қатты алғысын білдіргім келеді деп, мен Аллаға шүкіршілік еттім. Мен не айтқым келеді сіздерге? Бұл өмірде бәрі мүмкін. Қазір 17 жаста болсаңыз, мүмкін 19 жасыңызда осындай машинамен жүру, даже бұдан да мықты машинамен жүру, ол мүмкін. Мен сенем. Кез келген ұмтылыста жүрген адам өзінің бір үлкен арман айтса, мен күлмеймін. Жетістікке жеткен адамдар бір арманшыл адамды көрсе күлмейді оған. Айтады, сен қолыңнан келеді. Себебі ол адам да кезінде арманшыл болғанда, мен де арманшыл болдым. Сіздерге айтарым, армандаңыздар. Қалаған машиналарыңыз, қалаған үйлеріңізге барып визуализация жасаңыздар. Елестетіңіздер, что сол машинада сіз қандай музыка қоятыныңызды, қалай айдайтыныңызды, қай көшеде айдайтыныңызды, барлығын елестетіңіздер. Сол кезде бүкіл армандарыңыз орындалады. Егер де видео ұнаса, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздердің сандарыңыз өскен сайын менің жаңа видео жасауға деген ниетім, мотивациям арта береді. Және де комментарийға қандай машина алуларыңыз келеді, армандарыңызда қандай көлік, қашан аласыздар, соны жаза кетіңіздер. Себебі қазір жазып, кейін мүмкін 1 жыл, 2 жылдан кейін осы видеоны қайтадан көріп, мен де осы видеодан кейін осындай машина армандадым. Және BMW M5-ді армандадым, Mercedes-ді армандадым деп жазасыздар да естеріңізге алып отырасыздар. Келесі видеода кездескенше достар, аман сау болыңыздар.